Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында қалай балмұздақ жасауға болатынын сіздерге көрсетемін. Ол үшін бізге сүт қажет болады және дүкеннен сатып алынған осындай балмұздақ қоспасы қажет. Осы ыдысқа сүтті құямыз. Сүтіміз міндетті түрінде салқын болу қажет. Қазір біз фисташковый балмұздақ жасаймыз. Осы қоспаны сүтке салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді миксермен жақсылап оны араластырып, қою болғанша араластырамыз. Достар, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне осындай қою болып шықты біздің балмұздағымыз. Енді осы дайын қоспаны ыдысқа саламыз. Ыдысқа жақсылап орналастырып, бетін тегістеп, оны мұздатқышқа 3-4 сағатқа салып қоясыздар. 3-4 сағаттан кейін балмұздақтарыңыз дайын болып шыға келеді. Міне шоколад балмұздағы да дайын болды. Бұны да ыдысқа салып, мұздатқышқа салып аламыз. Міне біздің балмұздағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.